Біздегі ең үлкен байлық, ең үлкен бақыт бұл өмір ғой. Өмір. Алланың берген өмірі. Айналаңызға қараңыздаршы. Қандай керемет, ағаштар қандай әдемі. Өмір деген сондай ғажайып. Алла бізге үлкен осындай бақыт беріп қойған. Қандай әдемі тау бар. Егер Алматыда тұрсаңыз, өмірді жақсы көремін. Аллахыма сансыз шүкіршілік айтамын. Тірі болғаныма, денім сау болғанына, балдарым аман болғанына, әке-шешем аман, дендері сау болғанына шүкіршілік айтамын. Бұл бізге берген Алланың үлкен бақыты, үлкен сыйы. Осыны құрметтеуіміз керек. И барынша табиғатта жүруге кеңес беремін. Бұл жерде табиғатта жүрген кезде сіздің шаршап тұрған төменгі энергияңыз кетеді. Жерден сізге энергия келеді жүрген кезіңізде. Осыны бағалайық. И дұғада болайық. Дұға етейік. Алла Тағалам бүкіл әлемнің әдемілігін көруді нәсіп етті. Соған барлығымыз әлемнің әдемілігін көруді нәсіп етсін Алла Тағала. Бүкіл әлемдегі әдемілігін көріп, шетелге шығып, қандай ғажаптары бар, қандай табиғаты бар, қандай жеміс-жидегі бар, соны көруді, жеп көруді нәсіп етсін баршамызға. Соны тілеймін. Барлығымыз бай қуатты бақытты болайық. Барынша бір-бірімізге көмектесейік. Ешкімді ренжітпейік. Барынша бақытты болып өмір сүруге тырысайық. Өзімізді бақытты қылуға тырысайық. Қуантуға тырысайық. Мысалы, сізге не ұнап тұр? Табиғатқа шығып серуендеу ұнай ма? Шығыңыз. Әдемі киініп, көйлек алыңыз келе ма? Әдемі көйлек алып беріңіз өзіңізге. Тәтті жегіңіз келіп тұр ма? Мороженое жегіңіз келіп тұр ма? Алыңыз. Өзіңізді бақытты қылыңыз. Сіз бақытты болған кезіңізде сіз басқа адамдарға ғана көмектесе аласыз. Сіз қиналған кезіңізде сіз ешкімге көмектесе алмайсыз.